Қазақстанда жаңа ауру түрі пайда болды. Денге деп аталатын аурудың бұл түрімен Алматы, Шығыс Қазақстан облысының бір тұрғыны шалдыққан екен. Биылғы жылы солтүстік Қазақстан облысында денге безгегін жұқтырған 3 жағдай тіркелді. Бірінші жағдайда індет жұқтырған облыстық жұп Таиландтан елге оралған соң әлсіздікті байқаған. Ал үшінші адам Вьетнам еліне барғанда денге безгегін жұқтырған екен. С начала текущего года Жыл басынан бері облыста 3 жағдай тіркелді. Бұл демалысқа барған отбасылық жұптар арасында. Екі отбасылық жұп Таиландқа, біреуі Вьетнамға барған. 3 жағдайда демалысқа барушылар масаның шағуымен байланыстырып отыр. Таиландқа барған отбасылық жұп Қазақстанға оралғаннан кейін бірден мамандардың көмегіне жүгінген. Ал індетті жұқтырған 3-ші азамат 2-ші күннен кейін дәрігерге қаралған. Емханаға жүгінген азаматтарға уақытылы көмек көрсетіліп, үшеуі де 1-ші қалалық аурухананың инфекция бөліміне жатқызылған. Айта кету керек, аурудың алдын алатын екпе әзірше жоқ. Сондықтан демалысқа аттанушылар қонақ үй нөмірлерінің терезелерінде москит торының болғанына мән берген жөн. Это повышение температуры тела. Ауруға шалдыққан адамның дене қызуы көтеріледі, басы, денесі ауырады, лимфалық түйіндер үлкейеді және денесінде бөртпе пайда болады. Жалпы әлем бойынша денге безгегіне шалдыққандардың саны 2,5 миллион адамды құрайды. Олардың 1147-сі дерттен қаза тапты. Асем Айтолла, Анна Атасова, Қоныш Әлтенов, Первый Северный.